Сенің жеті атаң кітабы енді Өскемен қаласында. Иә, достар, ақ тұлпарым дайын, мен дайын. Алла амандығын берсе, Өскемен қаласына жолға шығып бара жатырмын. Өзіммен бірге бірнеше сенің жеті атаң кітабын алып алдым, себебі Шығыс Қазақстаннан да көптеген ағайындар сұрап жатыр, абзал кітапты қалай аламыз, біз жаққа қалай жеткізесің деп. Міне Өскеменге шығып бара жатырмын, Алла қаласа кітабымды да алып алдым. Міне қазақтың тарихын баяндайтын авторы өзім, көріп тұрсыздар, Абзал Ибрашев. Жалпы айтқанда ағайын көпсі сұрайды, бұл кітапты не үшін шығардың дейді. Себебі қазіргі таңда шатасу көп қазақтың тарихында. Сол шатаспау үшін жалпы қазақтың фундаментін беру мақсатында осы кітапты жазып шығардық. Бағасы небәрі 3000 теңге, достар. Шынымен де осы кітапты алғым келеді. Бауырым, молодец, давай, ісің алға бассын, баса бер деген ағайындар болса, жекеге, менің жекеме өтіп, личный сообщение деген бар ғой, сол жаққа өздеріңіздің номерларыңызды жазып кетіңіздер, WhatsApp-қа сіздерге администратор қыздар шығатын болады, және кітапты қалай, қай жерден алуға болатын барлығын түсіндіреді. Бағасы, қайталап айтам, не бәрі 3000 теңге, достар. Өскеменге жолға шығып бара жатырмын. Алла амандығын берсе, сенің жеті атаң және мен шырайлы шығысымызға бара жатырмыз.